Баршаңызға сәлем. Бүгін өзбек асханасының хамир хасиб тағамының рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа електен өткен ұн, 1 шай қасық тұз қосып араластырып аламыз. 1 жұмыртқа қосып, шамамен 130-150 мл су құйып, мантыға не болмаса бешбармаққа арналғандай қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, ебін қандыруға қойып қоямыз. Енді салмасына көшеміз. 50 грамм күрішті жақсылап жуып, қайнаған су құйып қоямыз. Фаршқа ұсақтап туралған пиязды, күріш, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосып, өсімдік майын құйып араластырамыз. Тыныққан қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Жұқа етіп жайылған қамырымызды 4 бұрышты бірдей бөліктерге бөлеміз. Төрт бұрышты етіп бөлінген қамырымызға салмаларымызды салып, видеода көрсетілгендей ораймыз. Қос қазандықтың бетін майлап, орамаларымызды салып 45 минут пісіріп аламыз. Енді тұздығын дайындаймыз. Ол үшін өсімдік майына ұсақтап туралған пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін 1 ас қасық томат пастасын салып араластырамыз. 1 шай қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, шамамен су құямыз. Суымыз қоюланғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген жасыл шөпті қоссаңыздар болады. Осымен тұздығымыз дайын. Ортасына тұздығын құйып, тағамдарымызды салып шығамыз. Бетін өсімдік майымен майлаймыз. Өте дәмді хамир хасиб тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап, комментарийға пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.